Мен Бектасов Шырынбек Қазғанұлы 1956 жылғы зейнеткер, Түркістан облысы Жетісай ауданы Қараөзек ауылының тумасымын. Астана қаласының тұрғыны, тиімділік идеясының авторы. Тиімділік идеясының авторы. Бүгін TikTokқа екінші үндеуім жалғасы ары қарай. Себебі TikTokқа 5-6 асып кетсе 5-6 минуттан артық не алмайды екен, сыймайды. Сондықтан барынша қысқа нұсқа айтуға тырысамын. Алдыңғы немде тиімділік идеямның шет жағасын айтып, егер менің тиімділік идеямның негізінде жасаған 100 күндік программам іс жүзіне асса, қайсы елде болса да, сол елдің бірінші басшысына тезірек жетіп, менің тиімділік идеям іс жүзіне асса, сол елдің экономикасы қарыштап дамиды. Сол елде тиімді еңбек қатынасы орнайды. Тиімді еңбек қатынасы тиімді еңбекті туғызады. Ал енді тиімді еңбек қатынасын тиімділік заңы қаталда несінде сақталған күнде, тиімділік заңның үстемдігін орнатып, тәртіптің қатаңдығын сақтап, бақылау, бағалау жүйесін қалыптастырғанда орнайды. Ал енді менің 100 күндік программам соны қалыптастырады. Енді мынау қазіргі жалғасы. Қалай? Айналдырған бір жылдың көлемінде, бір елдің экономикасын еселеп дамытуға болады дегенге қалай сенуге болады? Әрине, сондықтан менің осы күнге дейінгі айтып келе жатқан, осы менің тиімділік идеяма ешкімде сенбей келеді. Себебі көзбен көріп, қолмен ұстамағандықтан. Ал енді мен іс жүзінде соны көрсетіп берейін деген жан айқайымды ешкім естімейді. Мынау 20 апрельден бері қарай 5-6 айдың көлемінде мынау бүгінгі 77-ші или 78-ші ма, сағымнан жаңылыса бастадым. Менде тізімі бар, арнеғанда көрсетіп отыратын едім ғой, сондай. Енді осыдан кейін асып кетсе бір 5-6 минуттың ішінде қалай бір елдің экономикасын айналдырған бір жылдың көлемінде еселеп арттыруға болады дегенге, бұл қиял емес, нақты қарапайым қолға ұстағандай қылып түсіндіруге тырысайын. Қазіргі таңда қадам сайын, қадам бассаң, айналаңды қоршаған ортада қарап отырсаң, не бір мүмкіндіктер жіберіліп жатыр. Диқан қаншама өсірген өнімінің 1/3 десек те болады, соны почти жоғалтады. Ал енді оған сондай мүмкіндік беріп, диқанға егер сондай мүмкіндік жасап, соған ұйымдастырып, сондай не қылсаң, ол мүмкіндікті жібермеуге болады. Ал енді одан жоғарылағанда, бір аудан көлемінде қаншама мүмкіндіктер кетіп жатыр. Одан жоғарылаған сайын, бір ел көлемінде, бір салада қаншама мүмкіндіктер кетіп жатыр. Сол мүмкіндіктерді жібермеудің жолы қайсы? Міне егер менің жаңалдегі тиімділік идеямның негізінде, 100 күндік программаның негізінде, тиімділік заңын, мынау бар ғой, азаматтық кодекс, қылмыстық кодекс, со сияқты тиімділік кодексін, яғни заңдар топтамасын, тиімділік заңдар топтамасын құрып, сол тиімділік заңын қатаң сақтау және де
заңның үстемдігін орнату негізінде тиімді еңбек қатынасы қалыптасады. Міне, тиімділіктің үш бұрышы: орындаушы, орындатушы, орта буын орындатушы. Осы үш адамның арасындағы тиімді еңбек қатынасы тиімді еңбекті туғызып, бір елдің экономикасын қарыштатып дамытуға негіз болады. Ал енді осы тиімділіктің үш бұрышы негізінде менің тиімділік пирамидам құрылған. Мынау төменнен бастап жоғары қарай компания, аудан, облыс, министерство, одан премьер-министр, президент, ең негізгісі жоғарғыда халықтың мүддесі. Міне осы, мынау әр деңгейде осының несінкін. Менің алдыңғы басқа да жаңалдегі әсіресе әлеуметтік желідегі YouTube каналда Бектасов Шырынбек Қазханұлы деп кіріп, сол каналдағы менің 200-ге жуық, 200-ден астам даже видео лекцияларымды көріп, соның несінкіне назар аударып, лайк басып, тарқатып дегенде, сонда менің тиімділік идеямды барынша түсіне түсуге негіз болады. Міне қазір кішкене айтам дегеннің өзінде уже 6 минуттан асып кетіпті. Мен кіммін? Мен Бектасов Шырынбек Қазханұлы, 3 бірдей жоғарғы білім егері. Соның ішінде Москвадағы институт управленияны бітіргем. Яғни менеджмент саласының маманы. Яғни қазақшалы қарапайым тілде айтсам, дұрыс шешім қабылдау маманы. Яғни дұрыс шешімді қалай қабылдайды? Барлық ситуацияларды ескеріп, ғылыми негізде келісе отырып, шешім қабылдау дұрыс шешім болады. Менің контакты телефоным 8775-404-0256, WhatsApp нөмірім 8776-139-56-21. Әлі де айтарым бар, жалғасын күтіңіз. Мен мынау TikTokқа ыңғайлап жасағаным. Әлі де айтарым бар.